Шымкенттегі шымшытырық жағдай Қазақстанды ғана емес, бүкіл шетелдікте шулатты. 1 миллион халқы бар мегаполисте қазіргі сәтте заң қатал. Өйткені шаһарда 3500 адам темір торға тоғытылды. Толығырақ әріптесімнің бейне материалында. Шымкентте лаңкестік және жаппай тәртіпсіздік әрекет жасады деген күдікпен 3520 адам полиция пунктына жеткізілді. Оның 366 азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 271-і қамауға алынып, 40-ына айыппұл салынды және 55 азаматқа ескерту берілді. Қала шекараларында орнатылған блокпосттарда 14 мыңнан астам автокөлік тексеріліп, 9 адам ұсталды. Көліктерді қарау кезінде 2 газ тапаншасы тәркіленді. Барлық қозғалған қылмыстық істер бойынша 73 адам қамауға алынды. Қала аумағында коменданттық сағат жүзеге асырылуда. Стратегиялық нысандарды күзету күшейтілді. Қаладағы қоғамдық саяси жағдай тұрақты бақылауда. Келтірілген шығындарға байланысты нақты дерек жоқ, алайда мегаполис басшысы алдағы 6 айда барлығы қалыпқа келеді деп айтып отыр. Қала тұрғындарына үлкен алғысымызды білдіреміз. Күн демей, түн демей ол қала тұрғындары бізбен бірге жасақтар жиналып, қалпына келтіруге атсалысып жатыр.